Армысыздар, Python тілінде кодты түсінікті әрі қауіпсіз ету үшін type annotations қолданылады. Ол не және не үшін керек? Бұл функция A және B айнымалысын қосып, нәтижесін қайтарады. Дегенмен келесідей жағдай туындауы мүмкін. Бұл type error қатесін тудырады, себебі Pythonда string және integerді бұл тәсілмен қосуға болмайды. Осындай қателіктер туындамас үшін type annotations қолданылады. Type annotations айнымалының немесе функцияның мәні қандай тайпқа тиесілі екенін көрсету. Add функциясын келесідей өзгерте аламыз. Енді A және B integer болатыны бізге түсінікті. Тіпті функцияның қандай мән қайтаратыны да бізге белгілі. Бұл жағдайда add функциясы integer қайтарады. Type annotations бізге static checkке мүмкіндік береді. Static check кодты іске қоспай тұрып тексеру. Ал runtime код жұмыс істеп жатқан сәт. Яғни біз кодты runtime-ға жеткізбей тексере аламыз. Дегенмен Python өзі static type check жасай алмайды. Бұл іс үшін көбінесе MyPy немесе PyWrite қолданылады. Type annotations үлкен жобаларда қателерді ертерек табуға көмектеседі. Кодты оқу және қолдау оңай болады. Type annotations'тың үлкен жобалардан мысалы. Видео ұнаса, лайк басуды, бөлісуді және тіркелуді ұмытпа.